Мен 98 жылдан бері сахарный диабетпін. Одан кейін 14 жыл менің аяғым былай қисайып кетті. Домалақ кольцо болды да. Мына тізем бүгіліп қатып қалды. Енді операция бәрін маған жетті, бірақ та мен операциядан қорқам, өйткені сахарный диабетті пышақ дегеннен кейін все, сен о дүниеге кете бердің деп есептей беріңіз. Аяғың кеседі, көзің кеседі. Бірақ мен врачтарға бара бердім. Сіз не бәленбай жыл врач деп отырсыз, иә? Қазір әр 3 метр жерде аптека бар. Қаншама клиникалар бар. Мен балаларым аяғын жоқ, бәрінен алды. Сетевойда қандай өнім келеді, мен бәрін іштім. Единственное, Ксанга деген компанияда менде жеңілдік болған. 4 жыл қатарынан ішіп отырдым. Енді бала шағама рахмет. Сол компаниядан бір кішкене бір жақсы результаттар көрдім. Одан кейін ол өзі кетті, болды. Официально кіре алмады. Мен одан кейін қай жерде қай өнім ашылады, сіңілдерім болсын, өзімнің балаларым болсын, маған алып келеді. Алоэ вераның немнесі 46 мың ба? Соны мен айтып еді, мысалға. Енді қараңыз, врачсыз ғой, менің аяғым не былай қат қалған. Знаете, мен айнаға қарай алмай қалғам, өйткені бар ғой, менің көзім бәрі бүйтіп қалды. 98 еще мен 9 жасынан бері қатты очки киемін. Очкиім тастадым. Мен қазір бар ғой, сығалап отыр ғой, сіздің өңіңізді анық көрім. Мен ана жерде отырып 1 метр жерде мынаны сандарды көрмейтім. Қайғыны кім айттым ғой, мен анау көп тұрым ғой деп мынаны алысқа қойыпты. Мына букваларды көріп тұрым, очкиім келмей қалды. Очкиімді қайғыны осы жерге тастап кеттім ғой, не қайда қалған білмеймін. Жақсы қымбат очки киіп жүрем, естественно. Содан кейін көзім былай түсіп қалған, былай. Көзім түсіп қалғанда, мынау естественно очки келгенде мына жердің бәрі сып тұрады. Соны мен бүйтіп ұяламда очкиді бүйтіп мына жеріме қыстырып аламын да, жай отырған кезде. Тез очкиді киіп алып отырам. Енді қазір менің аяғымды қараңыздаршы, міне. Қалтайғаным басып қалды. Енді мына немнен міне бүйтіп тұрған тізем, міне қараңыздар. Мен сразу жеті выпрямилась. У меня мына тізем выпрямилась 7 күнді, қыздар. А қазір мен продолжать етіп жатырмын, әлі жұмыс істеп жатыр, оны білем. Онан кейін бір очистканы іштім. Потому что біз қазір адамдарға беріп жатырмыз, қазір мен сөйлеймін. Қыздар, мынау міне. Мына жиросжигающий. Мынау очистка. Қанды ішкен жоқпын мен. Мынаны суставной бар еді ғой және. Қыздар, мен бірінші мынаумен 3 күн ауыртты, 3 күн бұрады. 3 күннен кейін 3-4 күнде байқадым, өзім, сіздер бәрдеңіз байқадыңыздар ғой, мен таяғымды ұмытып кеттім. Таяқпен келіп жатқам. Мынау шетін, қыздар, сондай дәмі жақсы. Одан кейін маған ана Шолпан Балтабаевна, енді біз бәрі врачтарды бәрі тыңдаймыз ғой. Ол кісілердің де еңбектері мол, конечно. Соны ұқсайды, сен мынаны қос деді. Мынаны қостым да мынаны алдым, Енді, ал мынаны вместо питания я принимала. Енді қараңыздаршы, мен қазір өз сөйлеп тұрмын ғой, бәрі біледі осы жерде, мен танитын кісілер, менің үстім су, мына қазір менде мына шашымнан су тамып тұратын. Соны мен даже байқамай қалдым, қайсынан кеткенін. Сіздің жүзіңіз жайнап кеткен. Мен кірем ғой мына салға, Содан мен тез жүре аламын ғой, Мен вообще соңғы кезде бар ғой, қыздар, мен тез жүре алмайтын, не былай. Міне Айманға болса да бетіп жүрем, Қарлығаш болса да бетіп жүрем, Енді қазір жаңа неге барып келдік, тамақ ішуге барып келдік, қыздар таңғалып жатыр. Ол екіншіден, үшіншіден мына киімдер босап жатыр, бәрі түсіп жатыр. Ол екіншіден, онан кейін сол тер дегенді айтсаңыздаршы, мен почему-то мен қазір мына кофтым бар ғой, кофтымнан былай ағып тұратын су. Былай ағып тұратын. Сіз ұсталы беттен жүресіз. Сонан кейін үнемі шаршап, өзім қыздарым біледі, Сондықтан мен вообще басында енді жасыратын жоқ, қойшы Қытай немене жаңағы анақса өзінің ойын айтып тұру кісінің жазығы жоқ. Ой, Қытай бізді қай бірін етеді дейсің деп. Енді мынаны жаққанда бар ғой, менің мына ағатайым айтады, видеомен сөйлескенде көзің ашылып қапты деп. Мына қабағым көтерілген, қыздар, мынау қап-қатты қазір. Осында мынаның кереметтігін айтайын ба, басыңызға да жаға беріңіз. Құлақ шулап тұрады, оны келтіреді. Мына көк желкеге жаға беріңіз. Мынаның бәріне, мына седалищный нерв. Мен мына серсегіме жақтым. Каждый қолымның арасына, бар ғой,
екеу үшеуін 3-4 күнде бітіріп тастадым да. Керемет жұмыс істейді қыздар. Ешқандай сомнение болмасын. Сол үшін де и зарплата-то хорошая тоже. 85 құлақтарыңыз алтын сырға. 85 жастағы апа